Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің 8-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз ары қарай 7-ші сабақта тоқталған есептерден шығарамыз. Біз алдыңғы сабақта номер 3-ші есепті шығарып біттік. Олар бізде 2 теңсіздік есептері болды және бір оңай теңдеулер болды. Енді бүгін 8-ші сабақта біз сіздермен ол есептерді ары қарай жалғастырамыз. Бүгін көбірек есептер шығаруға тырысайық. Бүгін біз осындай бір қиын есептен бастасақ болады, немесе осы есептерден бастайық. Осындай бір есеп. Бізде 2 теңдеу, 34 және 35-ші. Алдымен осы 34-ші есепті біз өзімізге көшіріп алайық, өзімізге ыңғайлы болғандықтай. Бізде қараңыздар. 1 бөлінген 3 дейді. Азайтылған 1 бөлінген 5. Азайтылған 1 бөлінген 15. Осы есепті қараңыздар, былай жасақ болады. Бөлшектеп алсақ болады. Осыны бірінші бөлшек десек болады. Осыны, яғни бөлімін. Есептерді біз 1-2 пазлға бөлеміз. Сөйтіп, оңайрақ өзімізге оңайрақ болады. Сосын былай қосып жібереміз. Сосын осы қала берсін, сонда 3 дейік, 4 дейік. Жақшалық есептерді шығарғанда тоже сіздерге бөліп алсаңыз, өздеріңізге ыңғайлы болады. Нешінші амал, қай амалды нешінші шығарасыздар. Сөйтіп, осы есептер тура солай. Енді қараңыздар. Сіздер не істейсіздер? Мында ортақ бөлім берсек болады. Ортақ бөлім бізде 15. 15-ке 1 береміз. Мында қараңыздар, 1-ге біз 5-ті береміз. Мынау 1-ге біз 3-ті береміз. Сонда 5 азайтылған 3, азайтылған 1 бөлінген 15. Бізде 15-тен 1 шығады. Так, енді ары қарай бөлімі, бізде бөлімі не деп тұр? 1 бөлінген 3, әдемірек жазып алайық. Так, қараңыздар бізде 1 бөлінген 3 дейді. Азайтылған 1 бөлінген 7. Так, қосылған жақшаның ішінде 2 бөлінген 3, 2 бөлінген 3 қосылған 3 бөлінген 21. Жақша жабылады. Енді осы есепте шығайық. Алдымен жақшаны орындайық. Жақшамыз бізде оңай. 2-ні 7-ге көбейте саламыз. Сонда бізде қараңыздар. 1 бөлінген 3, азайтылған 1 бөлінген 7. Қосылған қараңыздар. Біз 2-ні 7-ге өтсек 14 болады. 14-ке 3-ті қоссақ бізде 17 болады. 17 бөлінген 21. Енді тура солай ортақ бөлім берсек, бізде ортақ бөлім 21. 7-ні қандай санға көбейтсек, бізде 21 шығады. 3. 3-ті қандай санға көбейтсек, 21 шығады, ол бізде 7. Сонда қараңыздар, 1-ді 7-ге өтсек 7, азайтылған 3, қосылған 17 бөлінген 21. Қараңыздар. Енді ол нешеге тең болады? 4 қосылған 17 бөлінген 21. Сонда бізде өздеріңіз көрсеңіздер болады, 21 бөлінген 21. 1-ге тең болады. Жақсы ма? Так. Енді қараңыздар, бөлімі 1-ге тең болса. Бөлімі бізде астында ғой. Сонда бізде осы сан біз тауып алған 15-тен 1. 1-ге бөлінсе, кез келген санымыз бізде 1-ге бөлінсе, ол сан тура сол санға тең. Сонда қараңыздар, ары қарай шығарсақ, бізде былай жазып тұр. 1 бөлінген 15 қосылған, так, қателеспесем, x бөлінген 2. Тең болады 3x бөлінген 2 қойдым. Азайтылған 15-тен 2. Азайтылған 15-тен 2. Енді осы есепті шығарайық. Так, есебіміз бізде біраз оңайырақ болды. Біз минус 15 бөлінген 2-ні ар жаққа плюс қылып жіберейік. Мынау 2-ден x-ті мына жаққа минус қылып жіберейік. Сонда бізде былай болады. 1 бөлінген 15 қосылған 2 бөлінген 15. Тең 3x бөлінген 2, азайтылған x бөлінген 2. Сонда жауабымыз қандай? Мұнда 3 бөлінген 15 тең 3x-тан x-ті азайтсақ, бізде 2x қалады. Бөлінген 2. Енді қараңыздар, осы жақта қысқартып жіберейік. Мұнда 5 қалады, мұнда 1. Мұнда 1 мен 1 қалады. Сонда жауабымыз бізде қандай? 1 бөлінген
5 тең болады x-қа. Осылай жауабымыз бізде шықты. Тексеріп көрейік. Дұрыс па екен? Осылай жауап бар. Жауабы бізде Д. Жауабы. Түсінбесеңіздер, осыны фото түсіріп өздеріңіз қарап алсаңыздар болады. Тағы да ең соңында түсінбесеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Міндетті түрде қарастырып, екінші видео жазып, осыны бөлек-бөлектеп, әр степ-бай-степ сіздерге түсіндіріп беремін. Енді екінші есепке көшейік. Екінші есебіміз бізде теңдеу. Қараңыздар, бұл бізде негізі мынау бөлшектер өте қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ негізі оңай. Давайте біз осы жақта мынаны өшіріп тастайын, керек адам өзіне фотоға түсіріп алар. Мынаны өшіріп тастайық, бүкілін. Мынаны бүкілін өшіріп тастайық, бұл бізге керек емес. Осыны да бүкілін өшіріп тастайық. Так, енді қараңыздар. Мынаның жауабын жазып қойық. Енді осы есепті шығарайық. Осы есептің жауабын табайық. Так, бізде қараңыздар. Қалай жасақ болады? Алдымен мынаны шығарып тастайық, Алдымен мынаны шығарып тастайық. Ол бізде қалай? -3 қосылған 1 бөлінген 1 азайтылған 1 бөлінген 2. Осы есепті шығару үшін сіздер алдымен осы бөлімнен шығарасыздар. Бөлімі шығарайық. Бөлімі шығарғанда бізде қалай болады? -3 қосылған 1, мынаны жай есеп ретінде қарасақ. 1-ден 1 бөлінген 2-ні азайтсақ, бізде ортақ бөлім 2, 1-ді 2-ге көбейтсеміз 2 болады, 2-ден 1-ні азайтсақ 1 бөлінген 2. Енді қараңыздар, бұны математиканы жақсы білетін адам біледі. 2-ні осы жаққа көбейтумен жіберсек болды. Бізде -3 қосылған 2 болады. Бірақ сіздерде қараңыздар. Мысалы, бізде осы бөлу маңызды болып тұр ғой, основной, ең басты бөлу. Сондықтан сіздер былай жазасыздар. Мысалы, А бөлінген Б деп алайық. А бөлінген Б. Біздің А-мыз 1-ге тең, бірақ Б-мыз бізде өзі бөлшек ретінде болып тұр. Осындай есепті шығару үшін сіздер былай жазсаңыздар болады. А бөлінген Б. Осы 2 нүкте арқылы. 2 нүкте арқылы ұмытпаңыздар, бұл керек сіздерге. Енді өздеріңізде өз түсінсеңіздер, басқа кіші сыныптарға түсіндіру үшін осы 2 нүктемен түсіндіре аласыздар. Енді қараңыздар, сіздерге 1 бөлінген 1 бөлінген 2 болды. Бөлудің қасиетін есімізге түсірейік. Бөлу бізде бөлшек бөліп тұрғанда, бөлшек бізде орындармен ауысады, алымы бөліммен орындармен ауысады. Сонда бізде қалай болады? 1 көбейтілген 1-ден 2 немесе 2-ның өзі. Сонда бізде жауабымыз 2 болады. Түсінікті деп ойлаймын. Енді біз айтқандай, -3-ке 2-ні қосақ, бізде -1 шығады. Бірақ қараңыздар, бізде бұл жақшаның ішінде және мынау квадрат тұр. Оны біз ұмытпайық. Сонда бізде -1-дің квадраты болады. Енді қараңыздар. -1-дің квадраты бізде әрине 1-ге тең. Енді білеміз, кез келген санның квадраты минус санның немесе плюс сан болса, енді бәрібірде бізде 10 сан шығады, плюс сан шығады. Так, енді қараңыздар. Значит, бізде осы жақ 1 бөлінген 6, осылай шығады. Енді осы жақты шығарайық. Қараңыздар. Ортақ бөлім берейік. 3-ті x-қа көбейтейік. 3x азайтылған 1 бөлінген 3 бөлінген 2 қосылған. Бізде 2x қосылған 1 бөлінген 2 бөлінген 3. Так, енді қараңыздар. Сіздер былай ойласаңыздар болады. Мынау 2-ні мына жаққа жібере саламын деп, мынау 3-ті мына жаққа жібере саламын деп. Бірақ бұл ой сіздерде қате. Өйткені сіздер қараңыздар. Қайттан А мен Б-ны алып көрейік. Енді өздеріңізде көрсеңіздер болады. Мынау бөлу бізде ең маңызды бөлу, ең басты основной бөлу бізде осы. Жақсы ма? Сондықтан сіздерде мысалы А мен Б ретінде қарастырайық. Б-мыз бізде 2-ге тең болады, А-мыз бізде 3x азайтылған 1-ге тең болады. Енді қараңыздар, бұны енді қайттан 2 нүкте арқылы көрсетейік. Кешірім сұрайын. Қараңыздар. Бізде бөлінген 2. Бірақ бұл 2 бізде ауысады ғой орындармен. Сонда бізде сразу просто өшіріп жазылайын, түсінікті деп ойлаймын. Бүкіліне
көбейтілген 1 бөлген 2 болады. Сонда көрдіңіздер ме? Білетін адам сразу мынау 2-ні мына жаққа 3-ке қыстыра салады, көбейтіп. Сөйтейік. Сонда бізде қалай шығады? Қараңыздар. 3х азайтылған 1 бөлінген 6 қосылған 2х қосылған 1 бөлінген 6. Енді ешқай жақта біз қателеспеу керекпіз, ешқай жақта қате шықпады. Тең болады 1 бөлінген 6-ға. Қараңыздар. Бүкіл жерде бөлімдері бірдей, оларды қысқартып жіберсек болады. Енді қараңыздар, сонда біздерде былай болады. 3х азайтылған 1 қосылған, қосу болып тұр ғой алдында. Сондықтан сіздер осыны жақшаны аша бересіздер, жақшасы аша бересіздер. 2х қосылған 1 тең болады 1-ге. Бізде 5х тең, қараңыздар, минус 1-ге 1-ді қоссақ, ол бізде 0-ге тең болады. Осыны біз өшіп тастық болады. Қысқар кетеді екен 0 болады. Тең 1. Енді қараңыздар, сонда бізде х тең болады 1 бөлінген 5. Немесе ол бізде 0,2-ге тең болады. Так, осындай жауабымыз бар ма? Осындай жауабымыз номер С. Осылай. Бүкіліне түсінікті болды деп ойлаймын. Ең бастысы тез шығарам деп қате жібермеңдер. Таңбаларда немесе осы бөлшектерді ауыстырғанда, орындармен. Былай жіберіп қоймаңыздар байқамай. Жақсы ма? И тура солай осы жақта тоже қателес қалмаңдар. Оңай деп қателес қалуларыңыз мүмкін. Жақсы ма? Былай есеп қатты қиын емес деп ойлаймын. Енді қайта айтамын. Қиын болса, түсінбей қалсаңыздар, пауза қойып, өздеріңіз қарап алсаңыздар болады, немесе видеоны бірнеше рет көрсеңіздер болады. Бүкілін түсінікті қылып түсіндіріп жатқан деген ойдамын. Немесе түсінбесеңіздер, ең соңында енді комментария жазып кетсеңіздер болады. Енді оқушылар келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.